құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары. Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапхана мамыр айының 2-ші жексенбісі аналар күнімен шын жүректен құттықтайды. Қашанда бақыттың бастауы, берекенің ұйытқысы ананың орны ерекше. Бүгін біз сіздермен аналар күніне орай ұйымдастырған библия эфиріміздің қонағымен таныс болыңыздар. Бүгінгі біздің қонағымыз Қалиева Раушан Жекеновна. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма, көрермендер? Бүгінгі мінекей осы сұхбатқа шақырып отқандарыңызда ана бақыты деп шақырып отырған тақырыптарыңызға көптен көп сіздерге рахмет. Алғысым шексіз. Сол енді келіп отқан себебім сіздермен танысып отқаныма қуаныштымын. Рахмет. Ал енді сұрақтарға кезек берсек. Сізге қояр ең алғашқы сұрағым, ең алдымен өзіңіз жайлы кішігірім айтып кетсеңіз, қызығушылықтарыңыз, балаларыңыз жайлы. Өзім қарапайым отбасынан шыққан қызбын енді. Қазір енді әже болып отырмын, Құдайға шүкір. Отбасынан шықтым, қарапайым, сол ата-анам бізді әлпеште өсірді, көп балалы ана болдық, 9 бала анамның құрсағынан 9 бала тудық. Сол бәрімізді Құдайға шүкір аман болдық. Бір бауырым қайтты енді. Өңгіміз бәрі аманбыз. Анамыз, әке-шешеміз о дүниелік болып кетті. Өзім сондай енді айтарлықтай Совет үкіметі кезінде оқуды бітірдім. Содан Көкшетау кооперативный колледжіне барып оқуға түстім. Товаровед отделениесін бітірдім. Сатушы болдым, завсклад болдым, бухгалтер болдым, товаровед болдым. В общем, істемеген жұмысым жоқ, Құдайға шүкір. Соған мен тәуба деймін. Міне бүгінгі күні мен 68-ге келіп отырмын. 8 балам бар, отбасым бар, немерем, 24 немерем бар, 2 шөберем бар. Сондықтан Аллама мыңда бір шүкір деп айтам, тәуба деймін. Аллаға шүкір, осы Алланың беріп атқан, осы маған беріп атқан әйел бақытына, ана бақытына. Сол енді өзім туралы айтқаным. Келесі сұрақ сіздің. Қазір мен өзім зейнеткермін. Сол Бишкүл ауылында тұрып жатырмын. Сіздің ойыңызша әйел бақыты деген не? Әйел бақыты неден тұрады? Әйел бақыты деген отбасың аман болып, ішіндегі өзімнің енді туған балаларым бәрі аман болып, солардан көрген немерелерім аман болып, бізді күнде-күнде қуантқандары, солардың күлкілері, қасымдағы жұбайым аман болғанына, сол отбасы амандығы үшін әйел бақытты деп ойлаймын, мен бақытты әйелмін деп өзімді санаймын. Керемет. Тағы да сұрағым, жас қыз келіншектерге, жас аналарға қандай кеңестер ұсынатын едіңіз? Жас келіншектерге, жас қыздарға ұсынатын себебім тәрбиелі, тәртіпті, біздің Қазақстанда тұрғасын, қазір енді осы заманымызға қарай мынау неше түрлі апаттар болып жатыр, неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Соған қарағанда қыз келіншектерге айтатыным, бұл өмірде біздің осы Қазақстанда тұрғасын бәріміз осы мұсылмандыққа көшіп, қазақ әдебиетін сақтап, одан қалды немендешедегі тұрмысқа шықпаған қыздар оқуларын бітіріп, әдебиетті әдемі әсем қыз болып, келешектерін ойлап, сүйгендерімен қосылып, үлкен ордалы отбасы болғанын тілеймін. Келіншектерге тілейтінім аман есен мынау шаңырақ құрып енді ордалы семья болып, қасындағы жолдасын сыйлап, біреуі бас, біреуі мойын болып, бір-бірінің тілін алып, жақсы әйел дейді, жақсы қыздан басталады ғой енді. Жақсы қыз тәртіпті болса, жақсы келін болады, жақсы ана болады. Сол себептен жақсы ана дейді үй иесін, қасындағы жолдасын дейді төрге сүйрейді дейді. Жаман әйел, жаман қыз
есікке сүйрейді дейді. Сол себептен бәріне тілейтінім жақсы, үлгілі, әдемі отбасы болып, біздің Қазақстанның несіне қарай, заңына қарай, осы мемлекетіміздің құдайға шүкір, міне өзіміздің Қазақстан бөлініп, міне өзімізде жеке меншік болғаннан кейін бәріміз осы қазақ тілін ұмытпай, қазақ әдебиетімен, қазақтың сәнімен, қазақтың құрметімен жүргендеріне мыңда бір шүкір деймін. Сол себептен әйел бақыты осыдан тұрады. Дұрыс айтасыз. Келесі сұрағым, сіздің ойыңызша отбасының беріктігі кімге байланысты деп ойлайсыз? Отбасының беріктігі енді, конечно, анаға. Ана тәртіпті болса, ана үлгілі болса, балаларына ақылын түзу айтып, енді оқуларын бітіртіп, орынына ұлын ұяға, қызын қияға қондыртып, құдандалы болып, ақсақалды ата жаулықты әже болғанын мен сол себептен солай ойлаймын. Келесі кезекте әрбір қазақ отбасында өзінің салт дәстүрі, ұстанатын белгілі бір тәртіптері болады. Сіздің үйіңізде қалай? Сіздің үйде ерекшеліктер бар ма? Енді ерекшеліктер ешқандай жоқ, енді сондай қалай енді. Балаларым оқуды бітірді, тұрмысқа шықты. Мінекей 8 баланың барлығы орнықты, бәрінде өздерінің отбастары бар, бала шағалары бар, құдайға шүкір. Әркімнің өзінің қызметтері бар, өз салаларында әр жерде тұрмыс құрып жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, ең бақытты анамын деп есептеймін өзімді. Барлығы аман, құдайға шүкір. 8 баламда тәуба деп отырмын. Керемет. Ал сіздің ойыңызша отбасылық құндылықтарға не жатады деп ойлайсыз? Ол құндылықтарға не жатады? Енді отбасым, далада малың аман, үйде жаның аман, одан қалды жан жақтағы балапандарым аман. Сол барлығы құндылық деп есептеймін. Ағайын туыстарымыз аман. Сол бізге қазіргі мынау неше түрлі тасқындар, неше түрлі соғыстар, неше түрлі жағдайлар болып атқанға қарамай, Аллаға шүкір, тәуба деймін. Сол мен енді солай құндылық деп есептеп отырмын. Айтып жатады ғой, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деп. Иә. Балаларыңыз әлі күнге дейін сізге еркелей ме? Менің балаларым еркелейді. Қызым да, ұлым да. Басымнан иіскеп кетеді келгенде. Ол бір маған дәреже. Былай алыстан келе алмай жатқан балаларым ана телефоннан былай сәлем беріп, ай дегеннің өзі маған үлкен бір құрмет. Сол. Рахмет жауаптарыңызға. Ал бүгінгі аналар күніне орай аналарымызға қандай тілек білдіретініздер? Біздің ұжымға, аналарымызға? Мен енді, мен бүгінгі күні өзім ана болып, өзім әже болып отқаннан кейін осы ұжымға сіздерге көптен көп тілейтінім, дендеріңіз сау болсын, дерттеріңізге шипа берсін, имандарыңызға нұр берсін, ғибадаттарыңызға қуат берсін. Осылай мені жасыма қарамай, мен енді жас әжелер бар ғой, енді соған қарамай, осы сұхбатқа бүгінгі күні міне Шухов атындағы мына кітапханаға мені шақырып, сұхбат алып отқандарыңыз сіздерге көптен көп рахмет. Сіздердің аналарыңыз осындай тәрбиелі, әдемі, сымбатты, өзіңнің да анаңа көптен көп рахмет. Алдыма осындай әдемі сымбатты Диана қызымызды менен сұхбат алып отқаныңа. Одан қалды мынау Қажыбаевна Алтынай. Міне мен осыдан 10 жыл бұрын осы тіл маманы болып городской акиматта істеп жүргенде осы Алтынай Қажыбаевамен таныстым. Содан бері ол кісіге мен тілейтінім, міне көптен көп рахмет. Мені кәрі демейді, апа қылатын шығар, туғаным емес. Сонда да көрші болып тұрдым.
өте көрші болсам да туған сіңлілерімнен артық кем емес. Сол кісіге көптен көп мен тілейтінім дені сау болсын. Қандай осы Петропавлдың көшесіне бір сұхбаттар керек болып жатса, қырқынан шығару, бесікке салар, неше түрлі осында нелер өткізіп атады, шаралар. Сол шараға ылғи шақырып атады. Шашу, әже болу, ана мына, сондай көп нелерде мен қатыстым. Ол кісіге тілейтінім дені сау болсын, аман есен ортаға келсін. Қазір енді жылына бір келетін демалыс қой, сол демалып аман есен келуге нәсіп етсін. Рахмет. Сіздерге көптен көп рахмет. Құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары, 12 мамыр аналар күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге зор денсаулық, ашық аспан, бейбіт өмір тілейміз. Қашанда бақыттың бастауы ана деген. Сол себепті де құрметті аналарымыз көктемнің гүліндей, күніндей жарқырап, жайнап жүре беріңіздер. Сау саламатта болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.